Аллаға мыңда бір шүкір. Мен өзім 11 жыл білім алдым. Әуелі Аллам Рази апай мен Раушан апайға рахмет. Бірақ менде студент өмір болған жоқ. Аллаға мыңда бір шүкір. Бірақ осы алған білімімізден кем емеспіз деп ойлаймын. Бұл жерде тағы қызықты жаңағыдай айтып отыр қой. Бәрі өзіне қарап қойып сөйлеп ол баяғы маған берілген қасиетім бар еді. Жақсылап қараңыздар, мен әдемі айтамын. Баға Рази апай, сіз бауырларының момындығын айттыңыз. Мен сол жерден жалғасып қосып кете салайын. Бізде қандай болатын? Мектеп тамақ бітеді да, біткен кезде бауырлар сукасын алдына қойып алатынды. Қайту үйге барып шай ішіп, жүзесеме шығарып кетеді. Сол еш қалған жоқ, оның үшін сонымен шығып кетеді. Сөйтіп бауырсақ ойнаған кезде осы қойғанбыз. Мен сон бар еді болар. Сүйгім деді. Одан кейін Бақи, сен мен кейін айтып қойды. Бақи мен құдайға шүкір қоңыз болып өттік. Менің бала кездегі досым бұл. Бұл мені көрмесе, мен бұны көрмесем қалмайды дедік. Сонда папасы жылататын бізді ше. Мынаған мен айтады, Гүлнұр аласың дейді. Бұл мұрнынан ағып тұр. Алмаймын Гүлнұр деп қой. Ой, бірінші сұрақтай менен. Кім алады, кім алмайды деді. Сөйтеді, мен тұрамын, тимейін деп қоймын. Бұл өзі махаббат егеніміз ғой, құдай сақтасын. Сөйтіп екеуміз бар. Сонда айтамын да, Бақи папам үшін мен тілемеген екен да. Тілегенде тиетінем саған. Бірақ құдайға шүкір, міне алмадай келіншегім бар. Просто әңгі ғой бұның бәрі ше. Тағы да кімнің қызықтары бар еді бұл жерде. Қазір түрлеріне қаралайын. Қызым қазысы. Жоқ, мен еспесе, сен де тоқтаңдар, мен шабыт деп атқанда сөз бөлмеңдер. Ол қайта-қайта келеді шабыт емес. Не дейін, барлықтарына рахмет. Құрдас келіншектер, сендерге рахмет. Осылай бізді сыйлап, класстас жігіттерімізге поддержка сендерден болып тұр ғой. Біздің класс балаларды сыйласаңдар, Алла сендерді сыйласын. Алла екі күнден бақыт көріп нәсіп етсін сендерге. Тек жақсылық тілеймін отбасыларына. Құдай қаласа 30 жылдықта аман есен осылай төрт көзіміз түгел. Енді бұл жерде қазір көбісі байғайсыздар, қыздар жолдастарымен келе бермейді. Жалғыз біз емес, басқа жерде сондай болып жатыр да. Негізінде мынандай ғой, қалай айтсам болады, сенбектен емес, сенеді просто андай да. Андай, сөйлесе алмай ма, шығыса алмай ма. Мысалға мен өзім жолдасым айттым, мен айттым, сен бар дедім, саған бас қояды дедім мен. Сөйткенім, басыға да сен бас жейсің дедім, Камилдің күйеуі дедім, жағы жейді дедім, қалғандар тұяғы жейді, шеші алып, сонда қайтады дедім. Басыға дептім, әлемді ағақ айткен қол қазақтың сөзі ғой. Кеме айттым, просто айттым да дедім, жүрсейді дегенім, мен бармаймын дедім, өзім бармайда бер дедім, саған сенем деді оған, болды дедім. Сонымен тұра тұрыңдар, жылдар, очкиін тағып тұра тұршы, мен сөйлеп алайын, қайта-қайта ел микрофон болуға дейді ол қазір. Арманың кезінде де қызық болған. Мектепте не ойнаймыз ғой, баскетбол бірдеңе ойнаймыз ғой. Сол кезде мен жаман арам ойнайтынмын да. Жаман арам. Ол не десейін, Арман байғыз доппен алысып алса мен көйлегіне жабысып қаламын, ол байғыз көйлегін сайын дейді да, топ өтіп кетеді. Бір бұла ойнамасын да бала. Ол бала кезде қызық кездер ғой, тағы жаман ойлап қалмаңдар. Өзім өте қуаныштымын. Аллаға мыңда бір шүкір осындай ұстаздарына білім алғаныма, сендерге